Суретші дәстүр мен жаңашылдықты классикамен үйлесімді байланыстыра отырып, ұлттық ерекшеліктердің соңғы үлгілерін іздейді. 1978 жылдан бастап Қазақ композиторлар мектебінің жарық жұлдыздарының бірі болып саналған көптеген шығармалардың авторы Ғазиза Жұбанова атындағы көркем сурет мектебінің сурет бөлімі мыңдаған түлектер ұшырып таланттар тәрбиелеп келеді. 18 жылдан бері қаламыздағы дәл осы тарихи өлкетану мұражайында аталмыш мектеп шәкірттері өз өнерлерін ел назарына ұсынып, көпшіліктің көзайымына айналған. Сегодня в выставочном зале Темиртауского историко-краеведческого музея Бүгін тарихи өлкетану мұражайында Ғазиза Жұбанова өнер мектебінің сурет бөлімінің 40 жылдық мерейтойына арналған көрме ашылуда. Осы сынды көрмелер біздің мұражайымызда жыл сайын дәстүрлі түрде өтеді. Бірақ биыл мерейтойға байланысты аталмыш көрме біз үшін өте ерекше. Бұл жерде сіздер осы жылы бітірген түлектердің туындыларын тамашалай аласыздар. Картиналар әртүрлі жанрда салынған, және картиналардан бөлек түрлі жанрларда салынған мүсіндер де ұсынылған. Биыл ғажайып бояулар әлемі атты көрмеге көркем сурет мектебіндегі сурет бөлімінің 112 түлек оқуын аяқтады. Олардың 60-тан аса үздік туындылары халық назарына ұсынылуда. Көрмеде суреттерден басқа мүсіндер, қолөнер және ағаш бұйымдар ел назарына қойылған. Когда-то, это художественное отделение, когда-то это была школа художественная в нашем городе. Біздің мектебіміздің сурет бөліміне 40 жыл толуына байланысты бүгін біздің түлектердің картиналары ұсынылған көрме өз есігін ашты. Көрме қонақтары біздің балалардың 60-тан аса туындыларын тамашалай алады. Бұл туындылар еркін тақырыпта салынған. Сол арқылы біз әр баланың қиял ғажайып ой өрісін келушілерге түсіндіруге тырыстық. Бүгінгі көрмеге 16 жастағы Мазур Полина да өз қолынан шыққан туындыны алып келген екен. Ол қолөнермен 14 жасынан бастап айналысады. Қолөнермен айналысқан сайын Полина өзін табиғатқа бір табан жақындайтынын айтады. Моя работа называется «Величие природы», поскольку лев – это царь зверей. Менің жұмысым тылсым әлем деп аталады. Бұл суретке нақтылап қарасаңыз, мен суды, жан-жануарларды, табиғатқа барлық табиғат дүниелерін бейнелеуге тырыстым. Ортасында арыстанды бейнеледім. Ол мысық тұқымдас жануар. Менің өзім де мысық тұқымдастардың ортасынан шыққанмын деп санаймын. Олар маған рух береді. Мұнда келушілер жұмбақ қиял әлемімен кеңістік ертегі кейіпкерлері мен өмірден алынған күнделікті тақырыптарды тамашалай алады. Көрме есігі қала тұрғындары мен қонақтары үшін бір ай бойы ашық болады.